Сос пилтері хажынды иледе олу ал болған. Андағы жон екі колхоз төстеп тоғынып шуштан. Илбі кадаша пасталыпсқанда шер сон арашылырға 100 чибірге кізі барыпсқан. Ханның шашоларында мақышалар өлімінің шетон жажы жатқалған. Ибі шуштынзар айлынғыныр санында Сафрон Ачетаевтың үш олғы Егор, Антон, паза Филипп. Ана оларының ша паза шушта соларына шарыдылған сомнар көзде, Илбек шиғыз күні таңдаде сос пилтеріндегі музейді тұрғызылған. Матыр шажыларының балалары шиғызған жонға пабаларын сағысқа керіп, көп чапсық неме искірпергенер. Егор Ачетаев қарындастарының ең үлі. Ол 1930-лардық Қызыл армияда служба іштіпскен болған. Анан финердің тоғыршада араласқан. 40 жылды базох призывать болсын раны. 40 жылды бар. Курский тугаза попал. Прорывқа полстустарлар қайтын. Курсантыр, офицерский курстырды үйгірін жатқаныр. Оларды брай сразу. Шаға апар, сразу с эшелона и погнали. Госпитальді үсайға эксперттер госпитальді. Аның комиссовать болсын. Ежері келіп мұнтал колхозтырды. Түстергі болсын, председатель направлениені болыстырға айтады. Антон дезаң, ша жеге базаң, ша басталыпсан доқ кезіпскен. Аға ең қатық шалызығыларының бірсінде Москваны арышлерінде арылызырға келіскен. 15 октябрьді Москвасында болған. Ол қатық жа бар жатқанында. Ол кавалерия попал генерал-доватор в 3-й эскадронда болдыр. 1-й эскадрон против танков, наверное, или қылқысын болсын, пырай башқалған ден. Чибірге 5 километр қақтыр Москваға. Чибірге 5 километр, анда Москва көрмей, бүделі кругом бос дым. Филипп ең кіші шаға 1940 жылда 17 жастығда барған, танкист болған. Ар палығылыпсқан, госпитальда үр именген Ибінзер 1946 жылдалы айланған. Бұл болды біде сағатың ары бірте жоқтыға қалмазан. Нетөрі қанша қатып сұрам бірте жоқтыған. Келтер, наградлы келтер, медаль отырған. Езім жоқтып саны. Сонда колхозда тоғылған тракторист болған, скотник болған, чабан болып тоғы жүрген. Илбі кадаша Ачетаевтар сөбіріздің тарханында арыбыз іс артысалған. Үш қарындыз біразы қаз қайланған. Болған әлі матыр керектері үшін қазына сыйықтарына тұрысқан. Оларының көкселерін орден медалер жазанар. Ша сонан колхоз қойнен көдіргенер, балалар өскіріп, чон аразына кер салғанар. Қонжық алардағы школаларының үгірінжелері шылысқан чонға кебелістер қағырғанар, база шад ұзындағы ұрларыны толдырғанар. Алексей Бургаяков, Владислав Постовой, хабарларға.